Көп жігіттер сұрақ қояды, жаңа ар жақта да айтып жатырмын. Ұстаз дейді, мен иманым әлсіреп кетті, қалай иманды көтерсем болады дейді. Көп қойылады осы сұрақ. Интернет желісінде де. Оған мынау қысқа әрі нұсқа бір жауап бар. Білесіздер ме қандай? Бизнесмендер бүйтіп айтады. Бай болудың жолы көп дейді. Кедей болудың жолы біреу-ақ дейді. Кедей болудың жолы біреу-ақ, ештеңке істеме. А бай болудың жолы көп. Істейм десең, не бір бизнестің түрі бар. Бай болудың жолы көп, кедей болудың жолы біреу-ақ. Дым істеме. Ұстаз, қалай иманым әлсіреп кетті? Не істесем болады? Иманды әлсірететін бірақ жол бар. Жата бер, дым істеме бол. Ал иманды күшейтетін жол көп. Құран оқисың ба, садақа бересің, зікір тартасың ба, кітап оқисың ба, уағыз тыңдайсың ба, мешітке келесің ба, отырысқа келесің ба, бір осындай орта табасың ба, бір-екі кішкене продуктын жинап алып, үйіңе бір-екі ұстаз шақырасың ба, амал көп та. Иманды күшейтетін жол көп, әлсірететін жол біреу-ақ. Иманым әлсіреп кетті, не істеймін? Бірдеңке істеші өзі. Кез келген сенің жақсылық амалың иманыңның күшеюіне әсер етеді бауырым.